Өтіп бара жатқан жыл көкпаршылар мен балуандар және бүркітшілер үшін табысты болды. Енді өзге де ұлттық ойындарды дамыту керек. Бұл жөнінде ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Қайрат Сатыбалды мәлімдеді. Жылды қорытындылаған федерация өкілдері ең айтулы шаралардың бірі ретінде көкпардан Астанада өткен алғашқы Азия чемпионатын айрықша атады. Енді игі бастама 2015 жылы Түркияда жалғасын таппақ. Кез келген төл спортты жетілдіру үшін ғылыми негіз болу керек. Сондықтан қауымдастық мамандары ғалымдармен бірлесіп ұлттық ойындарға арналған жаттығулар кешенін жасауды қолға алмақшы. Ал алдағы Экспо 2017 көрмесі аясында ұлттық құндылықты әлемге паш ету негізгі мақсаттардың бірі дейді мамандар. Биыл қолға алынып, аяқталмай қалған ұлттық спортты дамытудың мемлекеттік бағдарламасын тиянақтап, үкіметімізге ұсынуымыз қажет. Бұл бағдарламамызда ұлттық спорттың барлық түрін, ат спорты түрлері, көкпар, теңге ілу, аударыспақ, қыз қуу, жамбы атумен қатар қазақ күресі, тоғызқұмалақпен және басқа да ұлтымыздың мәртебесін көтерер ойындарымызды дамыту жолдары қарастырылуы қажет.